күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге эфирде Еңбек Ньюс бағдарламасы. Студияда мен Аян Салимгереев және де менің әріптесім Мөлдір Балкимбаева. Здравствуйте. Біз сіздерге осы аптадағы кәсіподақтардың ең маңызды жаңалықтары туралы айтатын боламыз. 23-24 тамыз күндері Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Сатыбалды Дәулеталин Қарағанды облысында бір қатар жұмыс кездесулерін өткізді. Оның біріншісі Саран қаласындағы Түсіп Көзембаев атындағы шахтаның лавасында 700 метр тереңдікте өтті. Сатыбалды Дәулеталин шахта басқармасының өкілдері мен кәсіподақ белсенділерімен бірге екінші ауысымға нөмірі 2 кен учаскесінде жұмыс істейтін бригадамен кездесті. Әңгіме ашық форматта өтті. Кеншілер шұғыл түрде шешілу тиіс мәселелерге тоқталды. Сатыбалды Дәулеталин Кәсіподақтар Федерациясының әлеуметтік әріптестер алдында өзекті мәселелерді бұрыннан бері көтеріп келе жатқанын ерекше атап өтті. Кеншілермен кездескеннен кейін Федерация төрағасы Абай қаласындағы Абай кенішіндегі кеншілерді еске алу мемориалдық кешеніне гүл шоқтарын қойды. Бұдан кейін Шахтинск қаласында Сатыбалды Дәулеталин 17 тамызда Қазақстан шахтасында болған өрт кезінде қаза тапқан кеншілердің отбасыларына барды. Шахтинскідегі кездесулерден кейін Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы әріптестермен бірге профессор Мақажанов атындағы облыстық көпсалалы ауруханада ем қабылдап жатқан Қазақстан кеншілеріне барды. Сатыбалды Дәулеталин зардап шеккен 13 азаматты санаториялық курорттық жағдайда одан әрі сауықтыру кәсіподақ ұйымдары тарапынан қолға алынғанын айтты. Жұмыс сапары барысында Федерация басшысы Ермағанбет Бөлекбаевтың төрағалығымен өткен Қарағанды облыстық әлеуметтік әріптестік және де әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі облыстық үш жақты комиссияның отырысына қатысты. Толығырақ Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясының сайтынан оқи аласыздар. Сегодня председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Дәулеталин принял участие в заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных трудовых отношений, прошедшем под руководством заместителя премьер-министра Республики Казахстан, министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамары Дюсеновой. В рамках встречи социальные партнеры обсудили вопросы регулирования трудовых отношений, меры по законодательному закреплению методики определения размера минимальной заработной платы, а также ключевые аспекты предупреждения социальной напряженности и разрешения трудовых конфликтов. Астанада әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі қалалық үш жақты комиссияның отырысы өтті. Отырыста елордада қайта жанданған жеңіл рельсті көлік құралы ЛРТ-ның құрылысы барысындағы еңбек қауіпсіздігі мәселесі қаралды. Аталған құрылысты салуға 700 адам тартылған. ЛРТ құрылысының жобасы ай сайынғы қаржыландыру шартымен 2026 жылға дейін 2 кезеңде аяқталады деп жоспарлануда. Перспективы профсоюзного образования обсудили эксперты Международной организации труда с профлидерами Европы и Центральной Азии на региональном симпозиуме «Актрав МОД». Участники онлайн-встречи обсудили вопросы повышения эффективности профсоюзного образования в меняющейся сфере труда. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Гульнара Жумагильдиева сообщила участникам о концепции профсоюзного обучения, в рамках которой реализуется ряд образовательных проектов Федерации. По ее словам, сегодня в сравнении с 2019 годом существенно улучшилось качество профсоюзного образования, а число прошедших обучение профлидеров и профактивистов увеличилось в десятки раз. Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовтің төрағалығымен әлеуметтік әріптестік жөніндегі облыстық үш жақты комиссияның отырысы өтті. Жиында еңбек қауіпсіздігінің сақталуы, жалақыны уақытылы төлеу, еңбек адамының құқығы мен мүддесін қорғау және аймақтағы салалық кәсіподақ ұйымдарының атқарған жұмыстары талданды. Кездесуде сөз алған облыстық кәсіподақтар орталығының төрағасы Бағлан Қарашолақов еңбек дауларының алдын алу және еңбек ұжымдарының көтерілген әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында әлеуметтік әріптестермен бірлесіп, облыстағы кәсіподақ ұйымы жоқ кәсіпорындар мен мекемелерде жаңадан кәсіподақ ұйымдарын құру қажеттігі жөніндегі ұсынысын комиссия төрағасының назарына жеткізді. Медиаторы примирительного центра при профсоюзном центре Павлодарской области
урегулировали трудовой спор, отстояв интересы работника. Работница, имеющая детей в возрасте до 3 лет, обратилась по вопросу расторжения трудового договора по инициативе работодателя по причине сокращения штата работников. На приеме в примирительном центре заявительнице были даны соответствующие разъяснения законодательства. После между сторонами были проведена процедура медиации, в результате которой заключено соглашение в интересах работника, добровольно исполненное работодателем. Бұл осы аптаның барлық жаңалықтары. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.